Сәлем достар. Режиссерлар үздік жұмысы, актерлық шеберлік, жалпы кино айналасында жүрген кісілердің еңбегі Оскармен бағаланады. Ал көрермен көзімен қарайтын болсақ, бұл фильмдер қалтасынан ақшасын қиып көруге тұрарлықтай болып келеді. Бүгінгі шығарылымда осы уақытқа дейінгі әлемнің түкпір-түкпірінен түсірілген ең табысты, көп мөлшерде касса жинаған топ 10 кинотуындымен таныстырамын. Бұл фильмдер басым көпшілігі киноиндустрия дамыған Америка құрама штаттарында түсірілген. Ал ендеше дайын болыңыздар. Жерде үздік орындар болмасын, Marvel фильмдері әрдайым көрермендер жүрегінен орын алады. 10-шы орында да иеленген Marvel сиквелінің Мстители фильмі. Кино негізгі сюжеті Марвелдің өзіндік бөлек шыққан кейіпкерлері, яғни сольниктары, Железный человек, Тор, Халк, Капитан Америка сынды бірге жиналған қаһармандар тобы жауыз жер бетін жоюға келген Локиға қарсы тұруымен басталады. Жерге келген Локи роботтары Мстителидің келесі бөлімі Эра Альтронға тікелей байланысады. Түсірілімге кеткен қаражат 220 миллион ақш доллары. Ауқымды қаражат. Табыс мөлшеріне келетін болсақ, 1 миллиард 518 миллион доллар. Фантастика жанрында түсірілген фильм сборы ауыз айтарлықтай. Алайда ұмытпаңыздар, бұл тек 10-шы орын ғана. Тізімімізде 9-шы орын Король Лев кинокартинасы. 2019 жылы жарық көрген кино режиссер Джон Фавро бұрын бар болған анимацияны шын кейіп беріп классикалық анимацияға айналдырды. Қысқаша сюжетке келетін болсақ, саванна тұрғындары бабалар жартасына жиналады. Саваннаның күнімен бірге туған Муфаса арыстан патшаның баласы Симба дүниеге келеді. Осы кезде шаман оны қолына көтеріп, заңды мұрагер деп таниды. Музыкасы көзіме елестеп кетті. Бұл дәстүрге саванна жануарларының барлығы жиналады, бірақ та Муфасаның бауыры Шрам болмайды. Ал Шрамның ақталуы болса, мен жай ғана ұмытып кетіппін дей салады. Шрамның негізгі ойы, неге Муфаса патша, неге мен емес? Яғни осы идеология арқылы арғы сценаларды көруге болады. Яғни Муфасаны жартастан Шрамның itер жібергенін де байқаймыз. Осыны көрген Симба өзінің әділеттілігі үшін, заңды мұрагері үшін таққа таласады. Және ол ақырында жеңіп, бейбітшілік орнап, соңғы сценаларында бабалар жартасынан ақырып бейбітшілік орнағанын белгісі ретінде Симбаның тұрғанын көреміз. Фильмге кеткен қаражат 260 миллион ақш доллары. Ал әкелген табысы 1 миллиард 656 миллион доллар. 8-ші орын. Мир юрского периода киносы. Фильм сюжеті сиквелдің бірінші бөлімінен нақтырақ парк юрского периодадан 22 жыл өтеді. Джон Хаммонд өмірден өтіп, артына паркты қарауға балаларын қалдырады. Миллиардер Саймон Масрани болса, Нублар аралын 2 бөлікке бөледі. Солтүстік жағын қоршап, тек динозаврларға орын қалдырады. Оңтүстік бөлігі экскурсия үшін, адамдар шақыру үшін болады. Уақыт өте келе, 20 жылда ескі паркке ешкім барғысы жоқ. Осыдан ғалымдар динозаврдың жаңа түрін Индоминус Рексті ойлап табады. Басында оларды 2 жұмыртқадан жарып шыққанын көреміз. Кейіннен егізі сынарын жұтып алғанын байқаймыз. Дәл осы қатыгез Индоминус Рекс фильм бойы көрсетіліп шығады. Бәлки кино осы үшін де жарылған шығар. Енді арасында ұрпақтары бар, адамдар бар дегендей. 2015 жыл шыққан сиквелінің осы бөлімі 150 миллион ақш долларын қажет еткен. Әкелген табыс болса 1 миллиард 670 миллион ақш доллары. Фильм түсірушілердің басты қаруы жарнама маркетингі.
Жалпы лайықты фильм. Дегенмен бұндай ходтарды тобымыздың алдыңғы киноларында да байқайсыз. Келесі орынға жайғасқан Человек-паук Нет пути домой. Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд және Том Холланд басты рөлдерде сомдаған фильм. Сюжеті мультиәлемдердің бірігуі орын алады. Одан бөлек Марвелдің бұрын түсірілген антигерой кейпінде танылған кейіпкерлердің пайда болуы. Өрмекші 1-2-3 тобы құрылуы тіпті қызық. Шыны керек, бұл фильм менің бағалауымда өте жоғары орын алады. Бұл франшиза Марвелдің 27-ші кино комиксі. Sony Pictures картинаны 2020 жылдың сәуірінде прокатқа шығаруға дайын болды. Бірақ та пандемия COVID-19 себебінен премьерасы 2021 жылдың 5 қарашасына ауысты. Атап айту керек, басты рөлдегі Том Холландтың Sony және Marvelмен фильмнің осы бөлімінде контрактысы аяқталады. Бір сөзінде, мені шақырып жатса, мен қуана келсемін. Человек-паук рөлін ойдағыдай ойнап беремін деген екен. Дегенмен, бұл Человек-паук жалғаспайды деген сөз емес. Алда әлі талай қызық күтіп тұр. Түсірілімге кеткен қаражат 200 миллион ақш доллары. Әкелген табысы 1 миллиард 912 миллион доллар. Мстители война бесконечности. Бұл фильм 6-шы орында. Бұл енді айтары жоқ. Сюжетті де қатырған, табысы да жоғары. Марвелдің масштабты фильмі. Сюжет басы Асгардтық ғарыш кемесінің қирауымен басталады. Оған кімдің дәті жетті десеңіздер, қолында камни бесконечностидің бір тасын иеленген Всемогущий таныс қасындағы әскерлермен. Тордың көзінше бауыры Локиді және халықты жерге хабаршы етіп жіберген досы Хеймдалды өлтіреді. Әлі келмеген Тор танысқа тек ант берем, сен осы үшін өлесің дейді. Жерге инопланетяндар келеді. Одан бұрын халық доктор Стрэндж логосына құлап, Тони Старкқа хабарын жеткізеді. Арыздасып жүрген капитан Америка осы бөлімде қайта көрінеді. Тек кеп емес, бұл басты рөлдерде Черная вдова, Черная пантера, Зимний солдат, Человек-паук, Джеймс Роудс, Ванда Максимов, Кенден алая ведьма болатын. Сэм Уилсон, яғни Сокол, Шури, Ваканданың келесі басшысы. Одан бөлек бұл топқа галактика сақшылары қосылады. Звездный лорд, Ракета, Гамора, Грут, Мантис, Дракс секілді. Фильм ортасы инопланетяндар мен жер тұрғындары арасындағы соғысты көрсетеді. Ал концовка келесі бөлімге тікелей екпін қояды. Яғни жеңіліспен. Марвел фанаттары үшін үлкен сұрақпен аяқталады. Көрермендер бұл фильмге 2 миллиард 48 миллион табыс келтірген. Негізгі кино қаражаты 321 миллион ақш долларын құраған. 5-ші орын. Марвел фильмнен сәл жоғары қаржат тапқан Звездные войны пробуждение силы. Жарнама маркетингі сол жылдары, яғни 2015 жылы қатты тарады. Қай жерде болмасын, осы бір кино туралы жарнама адам жүйкесін әлсіретті. Кино онша емес дегенім емес. Бірақ енді жарнамаға мұндай ақша салу бізге белгісіз болар. Сиквелдің 7-ші бөлімі Люк Скайуокер үз-түзсіз жоғалып, оның көзін жоюға Первый орден атты үлкен бір топ құрылады. Соңғы джедайды іздеген тек бұлар емес. Генерал Лей өз бауырын тауып, галактиканы қайта жандандырғысы келеді. Осы мақсат фильм сюжетін толықтай алады. Бұл да тарихи трилогияны көрермендер 2 миллиард 68 миллион ақш долларына бағалаған. Түсірілімге кеткен қаражат 245 миллион ақш доллары. Көрсетілімі барлық елде болған. Барлық ел қараған мелодрама қандай десе, есімізге Титаник киносы түседі.
касса жағына бұл фильмді қоспау бізге сын. Тізімнің 4-ші орнына жайғасқан мелодрама жанрындағы Титаник киносы. Леонардо Ди Каприоның актерлік шеберлігі, сюжет, тарих, осы сөздер Титаник фильміне тікелей қатысты. Айта кетерлік, осы бір адамның аты жақсы жатталады. Ол режиссер Джеймс Кэмерон. Сюжетін айтатын болсақ, екінің бірі көрген фильм ғой. Одан да сіз бен бізге қызық ақпаратпен бөлісейін. Титаник табысы жағынан $1 миллиард және бірден $2 миллиард да бірінші жеткен кино туынды. Бұл рекордты тағы да 12 жыл ұстап тұрды. Осы бір кино шықпағанға дейін. Арғы орындар қызық болсын деп атын айтпай қойын. Ақшаны сойған енді. Оскар кино премиясына жақындайтын болсақ, 14 номинацияға ұсынылып, оның 11-ін ұтып алған. Сұмдық енді. Paramount Pictures ұсынған кино туынды барлық жағынан тартымды болды. Шынайы оқиғаға негізделген фильмнің табыс мөлшері $2 миллиард 264 миллион ақш доллары. Көрсетілімге кеткен қаражат $200 миллион. Сылық суммасы ең көп топ 3 фильмдерге де келіп жеттік. 3-ші орын жақын жылдары шыққан, анығырақ 2022 жылғы фильм Аватар Путь воды. Режиссер тағы да Джеймс Кэмерон. Түсірілуге 15 жыл уақытын өткізген. Көрермендер Аватар жалғасын күтті. Яғни шығатын күніне жақсы дайындалды. Кассалық кино арасынан сол үшінде топ 3-те. Сюжетте Джейк Салли Аматикая кланының басшысы болғанын көреміз. Ол әйелі Нейтерия мен балалары Нейтерия, Лоак, Тук, Керимен тұрақталған. Бұдан бөлек Пандорада адам тікелей ұрпағы өрмекші адам қалады. Оны Джейк өз балаларын қатарына қосады. Олар дене тұрқы, дене түсі өзгеше болғанымен бір үйдің балаларындай болады. Асыранды бала Пандораға қауіп төндірген полковниктің баласы болатын. Ал полковниктің өзі болса Аватар кейпіне еріп, кегін алғысы келеді. Арғы сюжеттерде осы оқиғаға негізделген. Меткаина суда тұратын навистер. Тулкун, Паякан, Джеймс өз жерін орманын тастап көшуі, Скоун, біз білмейтін ойдан шығарылған теңіз жануарлары, тағы да басқа сөздер осы фильм сюжетін әсемдей түседі. Аватар концовкасы бойынша көрермендер назарын жақсы аулайды. Бұл дегеніміз, продюсер Ландау 2019 жылдың ақпанында сиквелдің әлі де 3 бөлімі шығатыны туралы жеткізді. Кино қаражаты $350 миллион ақш доллары. Әкелген табыс қаражаты $2 миллиард 300 миллион доллар. Екінші орын Мстители финал. Нағыз көруге тұрарлық лайықты фильм. Ресми түрде 3-ші фазаның жабылуы орын алады. Яғни белгілі бір қатар сұрақтардың осы бөлімде нүктесі қойылады. Марвел фильмдерінің бір бөлшегі, яғни сольный фильмдері осы бөлігінде аяқталады. Бұл дегеніміз, режиссер шешімі бойынша сценарийден жалпы сюжет тарихынан жойылады. Сіздерге шамалы спойлер болсын. Черная вдова Наташа Романов, Железный человек Тони Старк және Vision осы Мстители арасынан қош айтысады. Және де басқа да қызықты бірдеме қарайтындай сценарий орын алады. Түсірілім қаражаты $356 миллион ақш доллары. Еске алу керек, бұндай қаражат фильм үшін рекордтық сумма қойды. Осы уақытқа дейін ешқандай фильм табы осындай қаражатты фильм сүруге жұмсаған емес. 3 жылдан кейінгі шыққан Аватар 2 жобаласуы мүмкін, алайда рекордтың аты рекорд. Табыс мөлшері $2 миллиард 799 миллион ақш долларымен пара-пар. Енді қайтарымы келетінін білген соң ақша аямаған болар. Топтама шыны.
кассалық фильмдердің нүктесін қоятын бірінші орын. Режиссер Джеймс Кэмерон. Аватар. 2009 жылы шыққан кинотуынды Титаниктен кейінгі касса бойынша рекорд қойды. Әлі де бұған теңесері жоқ. Аватар фильмді кинематографияны өзгертті. Алғаш рет визуалды эффектті қолданды. Қысқаша сюжет жайлы айтатын болсақ, 2154 жылға тап боламыз. Адамзаттың Пандора ғаламшарынан өте құнды материал аноптаниумды табуымен басталады. Тұрғылықты Нави тайпасы өз байлықтарын бергісі келмейді. Олар да адамға ұқсас, дамуы да, жетілуі де бәрі ұқсас. Дегенмен сырт келбеті және генетика жағы өзгерек болды. Осы жерден киноның аты да шығады. Материалды алу үшін, арасына сіңу үшін адам мен Нави генетикасын гибридін біріктіріп, жергілікті тайпадан аумайтын Аватар атты проекті ойлап табады. Режиссер Джеймс Кэмерон киноны сонау 1994 жылы 80 беттік сценариймен ойластырған. Фильм 97 жылы түсіріліп, 99 жылы прокатқа берілу керек болатын. Алайда режиссер сөзі мен ойлаған көріністі айнытпай шығаратын технология әлі ортамызда жоқ дейді. Жаңағы фильмдегі Нави тайпасы үшін 2005 жылы ешкім сөйлемеген тілде ойлап табылады. Фильм тарихы терең. Егер сұраныс болса, қай фильмге де болмасын, жеке видео дайындауға, оны жіліктеп майын шығарып, асықпай отырып әңгімелеп беруге дайынбыз. Ғажайыпқа толы ғылыми фантастика жанрындағы кинотуынды қаражаты 237 миллион ақш доллар. Табыс мөлшері 2 миллиард 923 миллион ақш доллары. Көп касса. Осымен топтамамыз аяқталды. Лайк басыңыз сізге жеңіл болса, бізге құнды. Тіркеліңіз, бәлки керегіңізді аларсыз. Сау саламатта болыңыз.